алтыншы жаттығуды орындаймыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші есеп шығарайық. Бізде жиілігі 50 Гц айналмалы ток тізбегінің конденсаторының сыйымдылық кедергісі 5 Ом. Енді бізге сыйымдылықты табу керек. Бізде сыйымдылық кедергісінің формуласы SXS тең болады 1 бөлінген омега С. Осы жерден мына жерде сыйымдылықты тауып аламыз. Сонда сыйымдылығымыз тең болады 1 бөлінген омега X. И мына жерде омеганы орнына біз омеганы 2π мю деп жазсақ болады. Сол омеганың орнына мынаны қойып сыны табамыз енді. Сыйымдылық тең болады 1 бөлінген 2π мю X. Енді мәндерін орнына қоямыз. 1 бөлінген 2 көбейту 3,14 көбейту мю бізде 50 Гц көбейту 5. Осының бәрін есептеген кезінде бізде 6,4 көбейту 10⁻4 дәрежесі фарад шығады екен. Жауабы осы. Ал енді екінші есеп шығарамыз. Мына жерде бізде сыйымдылық берілген және кісі берілген. Енді бізге жиілік пен периодты табу керек. Енді мына жерде 40 микрофарад, бұны фарадқа айналдырамыз, яғни 40 көбейту 10⁻6 дәрежесі фарадты береді. Енді біз мына жерде ток кедергісін жазатын болсақ, С формуласы 1 бөлінген омега С-ға тең. Осы жерде омеганың орнына бізде омега ол 2π мюға тең. Осыны жазамыз. Сонда 1 бөлінген 2π мю көбейтілген С-ға тең. Енді осы жерден мюді табамыз. Сонда мю тең болады 1 бөлінген 2π X көбейтілген С. Енді осы орында мәндерді қоямыз. Сонда 2 көбейту 3,14 көбейту 8 көбейту 40 көбейту 10⁻6 дәрежесі. Осыны есептегенде бізде жуық шамамен 497,6 Гц шығады екен. Енді осыдан периодты табамыз. Период ол тең 1 бөлінген мюға тең. Мына жердегі мю біз тапқанмен мынаны әкеп орнына қоямыз. 1 бөлінген 497,6 тең болады 0,002 секундқа. Есеп шығарамыз. Бізде 2 конденсатор берілген, сыйымдылықтары 1 микрофарадтан және олардың жиіліктері берілген. Бізге сыйымдылық кедергісін табуымыз керек. Бірінші мына жерде микрофарад фарадқа айналдырайық. Бұл бізде 10⁻6 дәрежесі фарад, бұл да 10⁻6 дәрежесі фарадқа тең. Енді жалпы сыйымдылықты табу үшін бізде мына жақта тізбектей қосылғандықтан, мына жерде жазылған тізбектей ол С тең болады 1 бөлінген С1 тең қосу 1 бөлінген С2-ге тең. Енді осының орындарына қоямыз. 1 бөлінген 10⁻6 дәрежесі қосамыз 1 бөлінген 10⁻6 дәрежесі. Сонда бізде С-мыз С тең болады 0,5 көбейту 10⁻6 дәрежесі тең екен. Енді X-ның формуласы бізде 1 бөлінген омега С-ға тең. Ол жердегі омеганың орнына 1 бөлінген 2π мю С-ны қойсақ болады. Енді орындарына қоямыз. Осы жерде 2 көбейту 3,14 көбейту 50 көбейту мына жерде сыйымдылықты мынаны қоямыз. Бұл 0,5 көбейту 10⁻6 дәрежесі тең. Сонда бізде жауабы 0,0064 көбейту 10⁻6 дәрежесі шығады екен. Осыны ықшамдап 6,4 көбейту 10⁻3 дәрежесі деп жазсақ болады, немесе 6,4 кило ом деп жазсақ болады екен. Бірінші есеп шығарамыз. Бізде сыйымдылықтары 2 микрофарад болады, 2 конденсатор параллель жалғанып тұр. Жерде параллель жалғанып тұр. Жиілігі 50 Гц болады. Енді сыйымдылық кедергісін табуымыз керек. Бірінші мына жақта микрофарадтарды фарадқа айналдырамыз. Ол 2 көбейту 10⁻6 дәрежесі фарад тең. 2 көбейту 10⁻6 дәрежесі фарадқа тең екен. Енді X-ның формуласы ол 1 бөлінген омега С-ға тең. Осы жерде омеганың орнына 2π мю С деп алсақ болады. Енді қараймыз, бізде мына жерде жалпы сыйымдылығы. Енді бұл жерде параллель болғандықтан мына 2 сыйымдылықтар қосылады. Жалпы сыны табу үшін сыйымдылықты бұл С1 қосу С2 болады. Сонда бізде 2 көбейту 10⁻6 дәрежесін қосамыз 2 көбейту 10⁻6 дәрежесіне. Сонда бізде 4 көбейту 10⁻6 дәрежесі фарад болады екен. Енді осының орындарына қоямыз. Сонда X тең болады 1 бөлінген 2 көбейту 3,14 көбейту 50 көбейту 4 көбейту 10⁻6 дәрежесі. Енді осыны есептегенде бізде жуық шамамен 796 Ом шығады екен. Бесінші есеп шығарайық. Бізде
айнымалы токтың теңдеуі берілген. Енді бізде кернеу максимал мәні берілген, сыйымдылықты табу керек бізде. Бұл жерде бізде теңдеу бойынша токтың максимал мәні 0,1-ге тең болып тұр. Ал омега бізде 314 болып тұр. Мына жердегі мынау бізде омеганы білдіреді. Сол 314 болып тұр. Енді x тең болады 1 бөлінген омега с-ға, және де екінші формуласы x тең болады кернеудің максимал мәнін токтың максимал мәніне бөлгенге тең. Енді осы екі теңдеуді теңестіреміз. Сонда омега с тең болады m i m. Осы жерден с-ны табамыз. С-ны табу үшін токтың мәнін омега кернеу мәніне бөлеміз. Енді орындарына қойсақ, токтың мәні 0,1, 314 көбейту 60. Сонда бізде жуық таба алғанда 5 көбейту 10-ның -6 дәрежесі фарад шығады екен. Немесе бұны 5 микрофарад деп алсақ болады. Жауабы осы. Алтыншы есепті шығарамыз. Бізде токтың жиілігі берілген 1 кГц, индуктивтілігі берілген 5 генри. Енді индуктивті кедергісі XL-ді табуымыз керек. Мына жерде бірінші килогерцті герцқа айналдырамыз. Бұл бізде 10-ның 3 дәрежесі герцқа тең болады екен. Енді индуктивтілік кедергінің формуласы ол бізде омега L-ға тең. Бұл жердегі омегамыз бізде 2π мюға тең болады екен. Көбейтеміз L-ға. Енді орындарына қоямыз барлығын. Сонда 2 көбейту 3,14, пиіміз бізде 3,14, көбейту 10-ның 3 дәрежесі, көбейту 5. Енді барлығын ықшамдаған кезде бізде 31,4 көбейту 10-ның 3 дәрежесі қалады екен. Бұны немесе былай жазсақ болады. 31,4 кило ом деп жазсақ болады. Жауабы осы. Шығарамыз. Бізге индуктивтілік берілген 2 генри, индуктивті кедергі берілген 628 ом. Токтың жиілігін және периодын табуымыз керек. Бірінші индуктивтілік кедергінің формуласын жазамыз. Бұл бізде омега L-ға тең. Омеганың өзі 2π мю L-ға тең. Енді осы жерде мюді тауып алсақ болады. Мю бізде тең болады XL бөлінген 2π L-ға тең. Енді орындарына қоямыз. 628 бөлеміз 2 көбейту 3,14 көбейту 2. Енді осыны ықшамдаймыз. 50 герц шығады екен. Герц. Енді бізде периодымыз 1 бөлінген мюға тең. Яғни мю мынау бізде 50 шықты ғой, 1-ді 50-ге бөлеміз. Сонда жауабы 0,02 секунд. Бізде екінші жауап осы. 8-ші есеп шығарамыз. Бізге максимал кернеулі, максимал ток күші берілген және де жиілік берілген. Бізге актив индуктивтілікті табу керек. Актив кедергісі 0-ге тең дейді. Енді қараймыз бізде формула IM тең UM XL-ға тең. XL-ның өзі бізде ол омега L-ға тең. Енді осы жерден L-ді тауып аламыз. L бізде тең болады кернеуді ток күшіне және омега IM-ға көбейтеміз. Тең болады. Омегамыз бізде ол 2π мюға тең. IM. Енді орындарына қоямыз. Сонда мынақта 157 вольт бөлеміз 2 көбейту 3,14 көбейту 50 көбейту 5. Осының барлығын ықшамдағанда бізде жауабы 0,1 генри шығады екен. Жауабы осы. Есепті шығарайық. Катушканың жиілігі 50 герц, ток күші 2 ампер тең болса, егерде жиілігін 2-ге арттырса, ток күші қалай өзгереді дейді. Бірінші кернеуге байланысты формуланы жасайық. U1 бізде тең болады ток күші 1 көбейтілген XL-ға. Енді U2 сәйкесінше осылай болады 2XL. Енді XL-дің өзі бізде ол омега L-ға тең. Ал омегамыз бізде ол 2π мю 1 L-ға тең. Енді мынаны да солай жазып шығамыз. 2 омега 1 2 L тең болады 2π мю 2 L-ға. Енді осы кернеулерді теңестіреміз. Сонда бізде қалады I1 2π мю 1 L тең болады I2 2π мю 2 L-ға. Қысқартамыз, 2π-лар кетеді, L кетеді. Осы жерден біз екінші ток күшін табамыз. Ток күші 2, ол бізде тең болады 1 мю 1-ге бөлеміз
мю 2-ні, иә. Енді мю 2 бізде 2 мю 1-ге тең, сол үшін соны жазамыз. 1 мю 1 бөлінген 2 мю 1, иә. Енді орындарына қойсақ, бізде ток күші 2 ампер, көбейтеміз мю 1 50-ге. Мына жерде 2 көбейту 50. Сонда екеуі қысқарады. Сонда 1 ампер қалады екен, жауабы осы.